Ұлықпан хакім қиссасы. Алла Ұлықпанға: қаласаң пайғамбарлық берейін, болмаса ғылым берейін, қайсысын таңдайсың деді. Сонда Ұлықпан: маған ғылым бер, пайғамбарлық тым ұлық іс, оны менен де ұлық адамдар көтеріп жүреді. Мен ғылымды қанағат етейін, халықтың көзін ашып, жақсылыққа үндейін деп ғылымды таңдапты. Ұлықпан хакім қарыз сұраған кісінің бетін қайтармайды екен. Бір кісі одан 1000 теңге қарыз алып, онсыз да бай адам ғой, қарызын бермесем де болады деп ойлады. Ол жолда бір жерге аялдады. Қарыз ақшасы салынған қалтаны бір құс тұмсығымен іліп алып ұша жөнелді. Құс Ұлықпанның үйінің үстінен ұшып бара жатқанда түйіншек жерге түсіп кетті. Ұлықпан түйіншекті таныды. Борышкер Ұлықпанға қайтып келді. Жайын айтып, тағы 1000 алтын сұрады. Бұл жолы егер қарыз берсе, 1000 теңгесін 2 есе етіп қайтарарын деп ниеттенді. Ұлықпан қарыз берді. Борышкер ақшаны саудаға салып 10 есе пайда көрді. Тапқан пайдасынан 2000 алтын алып Ұлықпанға келді. Ұлықпан оған: бірінші 1000 теңгені алғанда ниетің бұзық болды, сондықтан бұйырмады. Екінші ретте ниетің түзелді, Алла саған сәтін салды. Береке дарып байдың, жақсылық та жамандық та Алладан келеді. Шын пейіл мен таза ниетті сақтау пенденің парызы. Бағым таймасын десең, ниетіңе бекем бол деді. Осыдан бастап Құдай малымды алса да пейілімді алмасын деген ғибратты сөз қалыпты. Не ексең, соны орасың. Ұлықпан хакім жас кезінде біреуге жалданыпты. Оның қожайыны ниеті бұзық қарау адам екен. Ойындағысын жүзеге асыру үшін басқаға озбырлық істеп, зұлымдық жасаудан тайынбапты. Бірақ аузынан тобасы, қолынан тәсіпсі түспейді. Ол үнемі: уа Құдайым, маған мол байлық, бақ-береке нәсіп ете көр деп дұға жасайды екен. Ұлықпан оның бұл әрекетін біліп, көкейіне түйіп жүріпті. Бір күні қожайын Ұлықпанды бидай егуге жұмсады. Ол қапқа толтырып, бидай емес арпа салып әкеледі. Егістікке барып еге бастады. Қожасы оның ісін көріп: ей ақымақ, мен саған арпа емес бидай ек деп едім ғой. Қай құлағыңмен тыңдадың деп шүйлігеді. Арпа ексе бидай шықпай ма екен деп сұрады Ұлықпан. Шықпайды, нақұрыс деді. Қожам, ендеше сіз неге ұдай жамандық жасап, жақсылықтан үміт етесіз? Арпадан бидай шықпаса, сіздің арам пиғылыңыз қалайша ізгілік болып қайтады, деді Ұлықпан. Қожайын сөзден тосылып, содан бастап ол пиғылын түзеп, ел жұртқа жәрдем беріп, жақсылық жасауды әдетке айналдырған екен. Тілдің хикметі. Қаланың әмірі Ұлықпанды сынамақ болып сарайға алдырады. Ей Ұлықпан, ел сені ғұлама дейді. Сол рас болса, маған малдың ең дәмді, ең жақсы мүшесін пісіріп әкел деп өтінді. Ұлықпан қойдың тілі мен жүрегін пісіріп әкелді. Тамақты жеп болған соң әмір: енді маған малдың ең дәмсіз, ең жаман мүшесін пісіріп әкел, деді. Ұлықпан бұл жолы да қойдың тілі мен жүрегін әкелді. Әмір: бір мүше қалайша жақсы да жаман да болады деп сұрады. Ұлықпан: адамның жақсы болуы тіл мен жүректен. Егер тілі мен жүрегіне ие болмаса, адамшылық жоғалады. Жүректен күзет кетсе, тілден тиек кетеді деп жауап беріпті. Ұлықпан мен Әзірейіл. Бірде Ұлықпан хакім жолда бір аттылы кісіге кез болды. Екеуі бірге әңгімелесіп бір ауылдың шетіне ілінді. Күн кешкіріп қалған кез екен. Ауыл іргесінде бір топ бала ойнап жүрді. Бір кезде олардың ішіндегі ересектеу біреуі жастауын байқамай ұрып өлтіріп қояды. Өлген баланың шешесі қарғанып: ойбай, көк түйнек, жалғызымның түбіне жеттің-ау деп еңіреп, әлгі баланы желкесінен келсаппен түйіп қалады. Соққы қарақұсқа тиіп, бала сол мезетте жан тапсырады. Оны көріп, екінші баланың әкесі жетіп келеді. Ақылын ашы-оза билеп, кемпірді сойылмен соғып мерт қылады.
осылайша 5 бие сауым уақыттың ішінде 4-5 адам қаза тапты. Мына оқиғадан Ұлықпанның жаны түршікті. Бұрылып серігіне қараса, ол селт етпестен көз алмай қарап тұр екен. Ау ағатай, жазықсыз жандар шыбындай қырылды ғой. Бұл не сұмдық? Барып ажыратпаймыз ба? Деп атын тебіне бергенде әлгі кісі қолынан ұстап, үндемей тыныш тұр. Мұның бәрін жасап жатқан мен, деді. Ұлықпан оның Әзірейіл періште екенін сол кезде бірақ білді. Былай шыға бере: «Уа Әзірейіл, әп-сәтте бірнеше адамды бақиғаттандырдық. Менің қанша жыл ғұмырым қалды деп айта аласың ба?» деп сұрады. «Үйленіп некеңді қидырған күннің ертеңіне дәуренің бітеді. Ажалды шымылдықта күтіп алуға қамдана бер» деп атын қамшылап кетіп қалды. Ұлықпан әлі үйленбеген бозбала жігіт еді. Сол күннен бастап Ұлықпанның ішкені ірің, жегені желім болды. Уайымнан жағы суалып, жүзі қуарып жүдеп кетті. Ауыл-ауылды аралап, үйленген күннің ертеңіне өлетін адамға кім тұрмысқа шығады деп сұрайды екен. Мұны естіген қызы бар адамдар: «Мына неменің есі дұрыс емес шығар. Үйленбей жатып көктей солатын жігітке кім қызын береді?» деп сөгеді екен. Бір күні ажалға да айла табатын ақылды бір қыз Ұлықпанға тұрмысқа шығуға келісім береді. Екеуі отау құрып шаңырақ көтереді. Неке түні келіншегі: «Ертең періште жаныңды алуға келгенде сен оған: екеуміз сапарлас болып едік, жолаушының жол ақысы деген бар, сол ақымды қайтар де. Сонда ол тілегіңді айт дер. Сен Құдайдан 1000 жыл ғұмыр алып бер» деп қолқа сал деді. Таң атпай Әзірейіл де келіп жетті. Ұлықпан: «Дәм тұзың таусылды, кеудеңдегі жан аманатты тапсыр» деді. Ұлықпан: «Ей Әзірейіл, екеуміз сапарлас болып едік, менің жолаушылық ақымды бер» деді. Әзірейіл: «Уақытың тым аз, тез айт» деді. «Маған ұлық Алладан 1000 жыл ғұмыр сұрап алып бер, әйтпесе жол ақымды ақыретте сұрап жағаңа жабысамын» деді. Әзірейіл мына сөзді естігенде сілейіп тұрып қалды. Сосын Алладан: «Я Алла, Ұлықпан менен жолаушылық ақымды бер дейді, ақысына 1000 жыл ғұмыр тілейді, не істейін?» деді. «Пендемнің өлетін күнін айтпауың керек еді». Ол қайғырып уайымға салынды. Оның жол ақысын талап етіп қолға салуы орынды. Әділдік заңы бойынша оның ақысын толтырып беруге міндеттіміз. «Мен жомарт Құдаймын, сұраған 1000 жыл ғұмырын бердім» деді Алла тағала. Ақылды әйелінің арқасында Ұлықпан 1000 жасаған екен. Қапияда қатын ақыл табады деген сөз осыдан қалған екен. Ұлықпан мен қария. Ұлықпан хакім жас кезінде бір шаһарға жолаушылап бара жатады. Жолда бір шалды көреді. Жөн сұраса келсе, екеуінің барар жері бір екен. Ұлықпан шалға: «Ата, жолды қысқартайық» деді. Шал: «Жол қалай қысқарады?» деп сұрады. Ұлықпан: «Жолдың қысқаруы оңай, екеуміз бірімізді біріміз кезек-кезек арқаласақ болғаны» деді. Шал түсінбей бетіне ажырайып қарайды да қояды. Ішінен: «Япырмай, мынау бір кесапатты адам болмаса игі еді. Сөзінің түрі жаман екен. Зіңгіттей жігіт мені арқалауын арқалар, ал қаусаған кәрі мен оны қалай арқаламақпын?» деп ойлады. Ұлықпан да үндемей жүре береді. Бір кезде межелі жерге де жақындайды. Қаланың кіре берісінде пісіп жайқалып тұрған бидайды көреді. Ұлықпан шалға: «Ата, мына егін сіздің елдікі ме?» деді. Шал: «Иә, біздің елдікі» деді. «Иесін білесіз бе?» «Білемін. Ендеше бұл желініп қойған егін бе әлде желінбеген егін бе?» деді. Шал тағы да бетіне ажырайып қарайды. Ішінен: «Япырмай, мынаның бір сөзінен бір сөзі сорақы болды-ау. Орылмай тұрған егінді көре тұра бұл не айтқаны?» деп ойлады. Одан өтіп шаһарға таяу қорымға жақындайды. Қорымда қабірге қойғалы жатқан өлікті көреді. Ұлықпан: «Ата, мына кісіні білесіз бе?» деп сұрады. Шал: «Білемін» деді.
бұл кісі өлген адам ба, өлмеген адам ба деп сұрады. Сол кезде шал шыдай алмай, өлмесе жерлеуге апармайды ғой, деп жігітке ұрсып тастады. Ұлықпан үндемеді. Шал марқұмның туыстарымен бірге мәйітті көрге қойысып, Құран бағыштады. Былай шыққаннан кейін Ұлықпан: «Ата, әлгі кісі өлмеген екен», деді. Қарт ажырайып қарап ішінен: «Уа Құдайым, мынау бір ақымақ бала екен. Кесапатынан құтқара көр, көмілген адам тірі бола ма? Бұл не сөз?» деді. Күн кеш болады, екеуі қарттың үйіне келеді. Қарт оны ұнатпаса да күні бойы серік болғасын амалсыз үйіне қондырмақ болады. Шалдың бойжеткен жалғыз қызы бар екен. Қонағын үйіне кіргізіп қызына: «Шырағым, менімен бірге үйге бір жігіт келді, мейман ет. Бірақ сүйкімсіз мінезі бар, сөзінде кесапаты зор адам деді». Қыз қонаққа ас беріп, дастархан басында онымен сөйлесіп көреді. Сөзі мағыналы, кескіні де ажарлы екен. Қыз ішінен: «Япыр-ау, әкемнің айтқаны осы кісі ме, басқа жігіт пе? Сөзі түзу адам ғой», деп ойлайды. Оңашада әкесіне: «Әке, сізбен еріп келген серігіңіз екі кісі ме, әлде бір кісі ме?» деді. Әкесі: «Жалғыз кісі», деді. «Үйде тұрған қонақ сол ма?» «Иә, өзі. Сөзінде кесапаты зор деген. Серігіңіз осы болса, мұнан қандай кесапат көрдіңіз?» Әкесі қызына жолда болған оқиғаны түгел баяндады. Қызы баланың айтқан сөздерін естіп: «Әке, бұл сөздер кесапатты сөздер емес, мағынасы зор сөздер. Сіз оның айтқан сөзіне түсінбеген екенсіз. Оның бірінші кезек арқаласып отыралық дегені, кезек пе кезек әңгіме айтып отырайық, жол қысқарсын дегені. Екінші мына егін желінген бе, желінбеген бе дегені, байдікі ме, кедейдікі ме дегені. Байдікі болса өз көлігімен кісі жалдап жыртып, тұқымын өзі себеді, өнімін де өзі алады. Ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдікі болса ол сорлы тұқымды несиеге сатып алады. Жерді көлік жалдап жыртады да түскен өніммен қарызын қайта жабады. Сондықтан ол шекедей жеп қойғанға есеп болады. Үшінші, өлген адам ба, өлмеген адам ба деп сұрағаны, баласы бар ма дегені. Өлген адамды қабірге салғанда, балалары қабірдің басында Құран оқыған шығар. Соны көріп, өлмеген адам екен дегені сауал болу керек. Артында қалған баласы бар адамның аты жойылмайды. Сондықтан ол өлмейді. Сіз ол жұмбағын шеше алмаған екенсіз, деді қызы. Шал өзінің сөз төркінін түсіне алмағанын мойындап, Ұлықпанның жанына келеді де қолын алып: «Мен сенің айтқан сөздеріңе түсіне алмай, ішімнен соған қатты ренжіп едім. Олай емес, сен ақылды жігіт екенсің. Мына менің қызыммен екеуіңнің ақылың тең, бірге өмір сүріңдер», деп қызын Ұлықпанға қосқан екен.